Сәлем достар, менің есімім Мусина Гүлдерай, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін дәл осындай әдемі нәскиді тоқитын боламыз. Тоқылу жолы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Менімен бірге соңына дейін тоқыңыздар. Бұл нәски 2-3 жастағы балдарға арналған. Қыздарға да тоқуға болады, өзіңіз қалаған түспен тоқи берсеңіздер болады. Бұл нәскиге менде бір матоқ қана жіп кетті. Қандай жіп керек, қандай крючок керек, оның барлығын мен келесі видеода айтатын боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Менің каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіздер, лайк басып пікір қалдырыңыздар және де достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, менен сұрасаңыздар болады. Сіз де дәл осы нәскиді тоқысаңыз, менің инста парақшама жіберсеңіз болады. Ендеше кеттік. Бізге қандай жіп керек сіздерге айтайын. Бізге мінекей бұл менде Alize Classic Lana Gold деген жіп. Мінекей мына жерге мен суретін қалдырамын. Қағазын жоғалтып алдым. Сондықтан да менде дәл осы бір маток жіптің өзі кетті. Сіздерде басқа жіп болса да болады, бірақ қалыңдығы осындай жіп болуы керек. Қатты қалыңда емес, қатты жұқада емес, орташа жіп қой бұның өзі де. Бірақ жалпы Alize'нің жіптері өте жақсы жіп. Сондықтан мен осы жіпті пайдаландым. Келесі бізде 2 крючок пайдаланамыз. Біреуі мінекей 5 номерлі крючок, келесі 4 номерлі крючокпен тоқимын. Және де бір маркер қажет болады бізге. Осылай барлығын дайындап алыңыздар. Ендеше біз әрі қарай бастаймыз. Ең алдымен біз резинка бөлігін істейтін боламыз нәскидің. Ол үшін мен 4 номерлі крючокты қолданатын боламын. Ең алдымен жіпті осылай қолымызға экстап аламыз да, мына шеңбердің ортасынан жіпті іліп алып шығамыз. Мінекей. Біз енді осылайынан 20 тор көзін шығаруымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей дәл осылайынан біз 20 тор көзін шығарамыз. Мінекей мен түгелімен 20 тор көзін шығарып алдым. Енді келесі қатарын тоқитын боламыз. Яғни біз бір үрмелі шар аламыз. Кейін мінекей қолымызбен төменгі жағында ұстап тұрған бірінші біздің неміз бар, ол жаңағы 20-шы соңғы тоқыған тор көзіміз. Соған мінекей крючокты кіргізіп, үстінен бірінші тор көзімізді істейміз. Келесі тұрған жерден тағы да бір тор көзін шығарамыз. Тағы да келесінен мінекей тағы да бір тор көз шығарамыз. Тағы да келесі тұрған жерінен тағы да бір тор көз шығарамыз. Яғни біз бағана 20 тор көзін шығардық қой. Дәл сол сияқты мінекей үстіңгі жағынан түгелімен 20 тор көзін шығарып істеуіміз керек. Ешқандай да алмайсыздар, қоспайсыздар. Осылайынан 20 тор көзін соңына дейін істеңіздер. Мінекей мен түгелімен 20 тор көзін тоқып шықтым. Енді біз келесі қатарды істейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен біз бір үрмелі шар аламыз да, кері қарай аударамыз. Мінекей. Енді біз келесі қатарда бер жағындағы қабырғасынан емес, ар жағында тұрған қабырғасынан алып тоқитын боламыз. Яғни мінекей біз бір үрмелі шар алдық қомына. Келесі тұрған тор көзі тұр. Соның ар жақ қабырғасынан осылай крючокты өткіземіз да, бірінші тор көзімізді істейміз. Мінекей. Келесі тұрған тор көзін, яғни ар жақ қабырғасына кіргіземіз да, екінші тор көзді істейміз. Келесі тұрған тор көзін тағы да мінекей ар жақ қабырғасынан аламыз да, үшінші тор көз істейміз. Тағы да мінекей ар жақ қабырғадан аламыз да, тағы да тор көз істейміз. Яғни дәл осылайынан мінекей тек ар жақ қабырғасынан аласыздар түгелімен, бер жақ қабырғасынан алмаңыздар. Ар жақ қабырғасынан алып, түгелімен осылайынан 20 тор көзін тоқып шығасыздар. Мінекей, көрдіңіздер ме? Байқалады. Арт жағынан қарасақ та мінекей
яғни ар жақ қабырғасынан түгелмен алып тоқыңыздар. 20 тор көзі шығуы керек. Мінекей мен түгелмен тоқыдым. Көрдіңіздер ме? Қалай әдемі көрініп тұр. Келесі қатарды тоқимыз енді. Ол үшін бір үрмелі шар аламыз да кері қарай аударамыз. Дәл жаңағыда ешқандай қиындық жоқ. Яғни бұда да дәл солайынан ар жақ қабырғасынан аламыз. Бер жағынан емес, ар жағында тұрған қабырғасынан аламыз. Крючокты кіргіземіз да мінекей бірінші торкөз шығарамыз. Келесі тұрған торкөздің ар жақ бетінен аламыз да екінші торкөз шығарамыз. Тағы да ар жақ бетіндегі торкөзден аламыз. Торкөздің яғни екінші қабырғасынан аламыз да мінекей торкөз шығарамыз. Яғни бер жағынан алмайсыздар, тек ар жақ бетіндегі қабырғасынан алып, бір қабырғасынан ғана аласыздар да сол бойынша түгелімен 20 торкөзін тоқып шығуымыз керек. Көрдіңіздер ме? Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осылайынан әрі бері аударып тоқи береміз. 20 торкөзі шығады. Бір үрмелі шар аламыз, тағы да кері қарай аударамыз да, тағы да дәл солайынан тоқи береміз. Мен осы үшінші қатар ғой қазір тоқып жатқанымыз. Сол үшінші қатарды соңына дейін сіздерге тоқып қалай болып шыққанын қазір бірге көрсетемін сіздерге. Түгелмен неге ар жақ бетінен тек 20 торкөзін алып шығамыз. Мінекей мен соңына келдім. 20 торкөзді алдым. Мінекей көрдіңіздер ме? Әдемі шығады узоры. Мінекей сіздерге мына жақ бетінен де көрсетейін. Дәл осылайынан тоқи береміз біз. Яғни бізде қазір бірінші қатар, екінші қатар, міне үшінші қатар. Оңай саналуы көрдіңіздер ме? Әрі қарай енді бір үрмелі шар аласыздар да, кері қарай аударасыздар да. Дәл солайынан, яғни ар жақ бетіндегі қабырғасынан алып түгелмен 20 торкөзін тоқисыздар. Яғни әрі қарай үлкейтіп біз 24 қатар тоқуларыңыз керек. Мінекей мен болдым, түгелмен 24 қатар тоқыдым. Бірге санап шығайық сіздермен бірге. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мінекей. 24 етіп түгелмен тоқыдым. Енді біз бірге бұны қосатын боламыз. Біз 24 қатар тоқыдық қой. Енді соның соңғы 24-ші қатарында мінекей торкөз істедік. Сол жерден біз бір үрмелі шарды аламыз да, енді екеуін осылайынан бірге қосатын боламыз. Енді біз мінекей бір үрмелі шар алғаннан кейін бірінші тұрған торкөзі тұр ғой. Соның міне ішкі жақ бетіндегі қабырғасына крючокты кіргіземіз. Келесі тұрған сыртқы жақ бетінде тұрған қабырғаға келесі тұрған торкөзін осылайынан екеуінен кіргізіп ортасынан өткіземіз да. Енді бірден мұны үрмелі шарды алдық, соған біріктіреміз. Келесі тағы да мінекей дәл солайынан ішкі жақ бетіндегі қабырғасынан аламыз. Келесі тұрған жақтың мінекей сыртқы жақ бетінде тұрған қабырғасына крючокты кіргіземіз да, жіпті іліп аламыз да, бірден мына тұрған торкөзге кіргізіп біріктіреміз. Тағы да мінекей ішкі жақ қабырғасынан келесі жақтың сыртқы жақ қабырғасын аламыз. Осылайынан жіпті іліп аламыз да, бірден мына тұрған торкөзге біріктіріп жібереміз. Ішкі жақ бетінен аламыз. Тағы да мына жақтың сыртқы жақ бетінен аламыз да, тағы да бірден біріктіріп жібереміз. Дәл осылайынан соңына дейін тоқисыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей мен соңына дейін тоқып болдым. Көріп тұрсыздар. Ішкі жақ бетінен қарайық. Көрдіңіздер ме? Тігісі ондай білінбейді дым. Мінекей өте әдемі болып шықты. Енді біз келесі нәскидің төменгі жағын тоқитын боламыз. Яғни ол үшін біз ең алдымен бір үрмелі шарды аламыз да, біз бағана 24 қатар тоқыдық қой. Дәл солайынан үстіңгі торкөздерінен 24
тор көзін шығарамыз түгелімен айналдырып. Мына астындағы жіпті бірге алып жүріңіздер. Яғни мінекей бірінші тор көз, келесі тұрған жеріне мінекей екінші тор көз. Мына жіпті бірге алып жүріңіздер. Келесі мінекей үшінші тор көз, келесі тұрған жерден төртінші тор көз, келесі бесінші, келесі алтыншы тор көз, келесі жетінші тор көз, келесі сегіз, келесі тоғыз, келесі 10. Мінекей дәл осылайынан айналдырып 24 тор көзін істеңіздер. Мінекей мен түгелімен тоқып болдым. 24 тор көзі шықты. Енді біз бағана бір үрмелі шар алдық мына жерде, кейін мінекей бірінші тұрған тор көзді істедік. Дәл сол бірінші тұрған тор көзге крючокты кіргіземіз да. Крючокты кіргізіп мінекей бірден біріктіріп жібереміз. Неге осылай біріктіреміз. Енді біз төртінші номерлі крючокты алып қоямыз. Енді біз бесінші номерлі крючокпен ары қарай жалғастыратын боламыз. Мінекей біріктірдік. Енді бір үрмелі шар аламыз да біз енді кері қарай тоқимыз. Яғни мінекей ішкі жақ бетінен тоқимыз. Бағана сыртқы жақ бетінен тоқтық, енді ішкі жақ бетінен дәл солайынан 24 тор көзін түгелімен тоқып шығасыздар. Дәл сол 24 тор көзін өзін түгелімен тоқисыздар. Неге біреу, келесі, екеу, келесі, үшеу, келесі, төртеу, келесі, бесеу, келесі, алтау, келесі, жетеу, келесі, 8. Неге дәл осылайынан 24 тор көзін тоқып шығыңыздар осы жерге дейін. Мінекей мен ішкі жақ бетінен түгелімен айналдырып 24 тор көзін тоқыдым. Енді бағана біз бірінші алған тор көзіміз бар ғой. Дәл соған мінекей осыған крючокты кіргіземіз да бірден біріктіріп жібереміз. Енді бір үрмелі шар аламыз да енді біз кері қарай аударып, енді сыртқы бетінен тоқитын боламыз. Так, ол дәл жаңағыдай 24 тор көзін түгелімен тоқимыз. Ешқандай қиындық жоқ. Мінекей бірінші тұрған жерден бірінші тор көзін аламыз. Келесі екінші тор көз, келесі үшінші тор көз, келесі төртеу, келесі бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Неге дәл осылайынан айналдырып түгелімен тоқисыздар 24 тор көзін. Мінекей түгелімен 24 тор көзін тоқыдым. Енді бірінші тұрған тор көзге мінекей крючокты кіргіземіз да бірден біріктіріп жібереміз. Тағы да бір үрмелі шар аламыз да енді кері қарай аударып ішкі жақ бетінен тоқимыз. Дәл жаңағыдай айналдырып ішкі жақ сосын сыртқы жақ бетінен тоқимыз. Яғни біз 6 қатар тоқуымыз керек. Біз жаңа 2 қатар ма 3 қатар ма тоқыдық қой. Енді ары қарай 6 қалған қатар тоқимыз. Барлығы 6 болу керек. Мінекей түгелімен тоқыдық. 6 қатар шықты. Енді біз бір үрмелі шар аламыз. Ішкі жақ бетінен тоқыдық қой. Мінекей біз енді сыртқы жақ бетіне қарай аударамыз да. Енді нәскидің келесі бөлігін тоқимыз. Яғни 24-ті 2-ге бөлгенде 12 ғой. Ең алдымен біз 12 тор көзін тоқып шығамыз. Мінекей бірінші тор көзді тоқимыз. Келесі екінші тор көзді тоқимыз. Келесі үшінші тор көз. Келесі төртеу, бесеу,
алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Мінекей 12 тоқыдық. Енді келесі қатарын тоқимыз. Біз бірінші қатарын істедік. Келесі бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да дәл солайынан 12 торкөздің өзін тоқып шығамыз. Бұл бізде екінші қатар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Мінекей 12 торкөзін тоқыдық, бір үрмелі шараламыз. Енді кері қарай аударамыз да дәл солайынан 12 торкөзін тоқимыз. Яғни әрі бері аударып біз барлығы 6 қатар тоқуымыз керек. Мінекей түгелмен 6 қатар тоқыдым. Бірге санайық. Мінекей біреу, бірінші қатар, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 6 қатар тоқыдық. Енді әрі қарай біз өкшесін тоқитын боламыз нәскейдің. Ол үшін бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да бұл жерде енді тоқығасын түсінесіздер. Сондықтан да менімен бірге тоқыңыздар, сол кезде түсінесіздер. Ең алдымен біздің жақта 4-еуін тоқып аламыз. Бірінші торкөз, 2, 3, 4. Енді тағы да 4 торкөзін тоқимыз. Ол үшін ең алдымен мінекей біріншісі, 2, 3. Енді міне 4-шісі бар ғой, сол 4-шісі мен мына жақта тұрғандағы 5-шісін осылайынан аяқтамай жіпті іліп аламыз. Келесі жақтан санағанда да мінекей 4-ші болады ғой, ол жақтан да жіпті іліп аламыз да бірге біріктіріп жібереміз. Мінекей көрдіңіздер ма? Яғни мінекей енді ары қарай тоқимыз. Мінекей енді ары қарай тоқимыз. Бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да біз ең алдымен 4-еуін тоқып аламыз. Яғни біреу, келесі 2, келесі 3. 3 тоқыдық. Келесі 4-шісін және де міне мына жақтағы тағы да 5-шісі тұр ғой. Так. Кешіресіздер, қазір міне 3 тоқыдық. Енді міне соңғы 4-шісіне крючокты кіргізіп жіпті іліп аламыз. Келесі мына жақтан санағанда да 4-шісі, сол жағынан санағанда ол жақтан да жіпті кіргізіп аламыз да енді бірден біріктіріп жібереміз. Мінекей көрдіңіздер ма? Бізде бағана мына жағында 3 торкөз қалды ғой. Бұл жақта да дәл солай 3 қалды. Енді бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да ең алдымен 3-еуін тоқып аламыз. Біреу, 2, 3. Енді 4-ші тұрған крючокқа торкөзге крючокты кіргіземіз. Келесі мұнда 1, 2, 3 ғой. 3-ші тұрған торкөзге крючокты кіргіземіз. Енді осының бәрін бірге біріктіреміз. Мінекей. Енді жақта 2 қалды. Енді мінекей жақта 2 қалды ғой. Енді бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз. Ең алдымен 3-еуін тоқып аламыз. 1, 2, 3. 4-шісіне 2 кіргізіп жіпті іліп аламыз. Келесі мына жақтан да 3-ші тұрған торкөзге кіргізіп жіпті іліп аламыз да бірге біріктіреміз. Бұяқта да енді 2 қалды. Көрдіңіздер ма? Енді келесісін тоқимыз. Бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз. Ең алдымен 3 торкөзді тоқып аламыз.
4-ші тұрған жерге крючокты кіргіземіз да. Жіпті іліп аламыз. Міне 2-ші тұрған торкөзге крючокты кіргізіп, бәрін бірге біріктіреміз. Бір үрмелі шараламыз. Дәл жаңағыдай 3 торкөзін тоқып аламыз. Мінекей, 3-еуін тоқып алдық. Енді соңғы тұрған 4-шісіне және де мұнда тұрған 2-ші тұрған торкөзге кіргізіп, бәрін бірге біріктіреміз. Енді тағда мұнда мінекей бір торкөз қалды ғой. Ол жерді маркермен белгілеп қоямын. Қазір тоқыған кезде біз бұны бөлек алып кететін боламыз. Так, енді бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да. 3 торкөзін тоқып аламыз бірінші. 4-ші тұрған торкөзге крючокты кіргізіп, жіпті іліп аламыз. Кейін мұнда мінекей біреу қалды ғой. Сол бір торкөзге жіпті кіргізіп аламыз да, осылайынан бірге біріктіріп жібереміз. Мінекей, бізде өкшесі дайын болды. Көрдіңіздер ма? Мына жағын қазір айналдырып тоқыған кезде бірге біріктіріп жібереміз. Менің тамағым ауырып тұрғаннан кейін кішкене даусым жай естілуі мүмкін. Кешірерсіздер оған. Енді ары қарай тоқитын боламыз. Енді біз келесі қатарын тоқимыз. Яғни біз мына жерден 5 торкөзін тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5. Енді ары қарай біз 12 торкөзін тоқимыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 тоқыдық. Енді ары қарай 5 торкөзін тоқимыз тағда. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тоқыдық. Енді біз бағана бір торкөз қалды ғой. Мінекей маркермен белгілеп қойған жерді алып тастаймыз да. Дәл сол жерде бірінші тұрған торкөзге крючокты кіргіземіз. Ешқандай жіпті іліп алмаймыз. Келесі тұрған, мына бағана біздің бірінші торкөз тұреді ғой. Дәл соған крючокты кіргіземіз. Бірден. Енді жіпті іліп аламыз да, осылардың барлық ортасынан өткізіп, бірден біріктіріп жібереміз. Мінекей. Енді бір өрмелі шараламыз да. Мінекей, көрдіңіздер ма? Осылайынан айналдырып тоқып шықтық. Енді біз келесі қатар тоқимыз. Ол үшін мінекей. Енді ішкі жақ бетінен тоқимыз біз. Яғни ішкі жақ бетінен тоқығанда ең алдымен екеуден қысқартатын боламыз біз. Яғни барлығы бізде 24 болып шығу үшін екеуін қысқартамыз екеуден. Бірінші мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Енді міне 6-шысын қысқартатын болам. 6-шы және 7-ші тұрған торкөзде осылайынан жіпті іліп аламын да, бірге біріктіріп жіберем. Яғни міне бізде 6-шы торкөз шықты. Енді ары қарай 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, так 16. Енді келесі 17-ші торкөзді істеуім үшін мінекей екеуін, екі торкөзді осылайынан бірге біріктіріп жіберемін. Мінекей 17 болды. Енді ары қарай 18, 19, 20, 21, 22, 23, мінекей 24. 24 болды. Бірінші тұрған торкөзге мінекей крючокты кіргіземін да бірге біріктіріп жіберемін бірден. Енді әрі қарай тоқимыз. Ол үшін бір үрмелі шар аламыз да кері қарай енді сыртқы жақ бетінен тоқимыз. Мен мінекей маркермен бірінші қатарды тоқыдық қой. Дәл сол жерді осылайынан маркермен белгілеп қоямын. Ұмытып қалмау үшін маған санағанда оңай болады нешінші қатардан бастап тоқығанымды. Енді келесі екінші қатар тоқимыз. Дәл солайынан 24 торкөзін тоқып шығаруымыз керек. Бірінші торкөз, келесі екінші торкөз, келесі 3, келесі 4, 5, 6. Мінекей дәл осылайынан айналдырып түгелмен тоқып шығасыздар. Яғни ішінен сыртынан, ішкі жақ сыртқы жақ бетінен осылайынан тоқисыздар. Яғни біз мына бағанамын жағын тоқыдық қой. Айналдырып әрі бері кері деген сияқты. Дәл солайынан тоқисыздар. Барлығы бізде 15 қатар болуы керек. 15 қатар түгелмен тоқып шығыңыздар. Сосын ары қарай тағы да көрсетемін. Мінекей мен түгелмен 15 қатар тоқып шықтым. Көрдіңіздер ме? Мінекей айналдырып тоқыдым. Менде бағана бірінші басы осы сияқты болды ғой. Бірге санайық. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мінекей 15 қатар тоқып болдым. Ішкі жақ бетінен аяқталды тоқығаным. Енді біз келесі қатар тоқимыз. Яғни бір үрмелі шар аламыз. Бұл жерде енді екі торкөзін тоқып, екеуінен қысқартатын боламыз. Яғни мінекей сыртқы жақ бетіне аударамыз да бірінші торкөзді тоқимыз. Так. Мінекей так. Біреу, бірінші торкөзін тоқимыз. Біреу, келесі екеу. Енді екі торкөзін қысқартатын боламыз. Біріншісінен аламыз, келесі екіншісінен аламыз да енді осыны бірге біріктіреміз. Келесі екі торкөзін тоқимыз. Келесі екеуін қысқартамыз. Біреу, екеу, енді біріктіреміз. Келесі екі торкөзін тоқимыз. Біреу, екеу. Енді екеуін қысқартамыз. Так. Біреу, екеу қысқартамыз. Енді екі торкөзін аламыз. Біреу, екеу. Енді екеуін қысқартамыз. Біреу, екеу қысқартамыз. Тағы да екі торкөз шығарамыз. Біреу, екеу. Тағы да екеуін қысқартамыз. Екі торкөз шығарамыз. Енді соңғы екеуін қысқартамыз.
мінекей қысқарттық. Енді бірінші тұрған торкөзге біріктіреміз. Мінекей осындай болып шықты. Енді бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да. Енді бір торкөз шығарамыз, екеу қысқартамыз. Бір торкөз аламыз, екеуін қысқартамыз. Біреу, екеу. Енді бір торкөзін аламыз, екеуін қысқартамыз. Бір торкөзін аламыз, екеуін қысқартамыз. Бір торкөзін аламыз. Так, екеуін қысқартамыз. Бір торкөзін аламыз, екеуін қысқартамыз. Бір торкөзін аламыз, соңғы екеуін қысқартамыз. Енді мұнда бірінші тұрған торкөзге біріктіреміз. Бірінші тұрған торкөзге біріктіреміз да келесі қатарын тоқимыз. Енді бір үрмелі шараламыз, сыртқы жақ бетінен тоқимыз. Енді біз екеуден түгелімен қысқартамыз. Барлық торкөзден екеуден қысқартатын боламыз. Біреуін қысқарттық, тағы да екеуін қысқартамыз. Тағы екеуін қысқартамыз. Тағы екеуін. Енді тағы екеуін қысқартамыз. Тағы да екеуін қысқартамыз. Тағы да екеуін қысқартамыз. Так. Мұнда енді бірінші тұрған торкөзге осылайынан біріктіріп жібереміз. Мінекей түгелімен қысқарттық. Енді жіпті ұзындау етіп кесіп аламыз. Кішкене ұзындау етіп. Енді мына жіпті төбесін біріктіру үшін, яғни мінекей орталарын қосып біріктіріп жібереміз. Байқатпай жіппен. Осылай кішкене тартып жіберіңіз де. Осылай артық жіппен жаңағы біріктіріп, арасынан өткізіп, көрсетпей жібересіздер. Крючокты ішкі жақ бетіне кіргіземін да, жіпті ішкі жақ бетіне, яғни шығарамын. Так. Жіпті іліп аламын да шығарамын. Енді мына маркерді алып тастаймын. Енді мінекей оң жақ бетіне қарай аударамын. Мінекей біз осылай түгелімен тоқып болдық. Нәскиіміз дайын. Ұнап жатса міндетті түрде лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Және де сізде дәл осылай тоқысаңыз, маған инста парақшама бөлісіп жіберсеңіз болады. Инстаграмым мінекей төменде жазулы тұр. Тіркеле кетіңіздер, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыздар. Мына артық жіпті енді арасына көрсетпей осылайынан өткізіп,
сосын түйіншектеп кесіп тастайсыз. Осымен біздің нәскиіміз дайын болды. Сіздерге барлығы ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Тағы да бұдан да көп тоқыма сабақтарын шығаратын боламын. Дәл жаңағы айтқандай, менің каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, инста парақшама фотоотчет жіберіңіздер. Мен барлығын күтетін боламын. Мен сіздерден мотивация аламын. Сондықтан да бұдан да көп сабақ шығарсын десеңіз, сіздер де маған көптеген лайктарыңызды, пікірлеріңізді аямаңыздар.